1768 жыл 23 қазан. Бұл түнде императорлар сарайында ұйқыда тыныштықта болмады. Екінші Екатерина өз өмірінің ең қауіпті оқиғаларының біріне дайындалды. Ағылшын дәрігері Томас Димстейл патшайымға шешек ауруына қарсы екпе жасау керек еді. Императрица бұл әдіске толығымен сенбесе де тәуекелге барды. 18 ғасырда Еуропада қара шешек эпидемиясы кезінде күніне 1 миллионға жуық адам қайтыс болды. Ұлы Екатеринаның қызы да көз жұмды. Ағылшын дәрігері императрицаға шешекке қарсы вакцина салған соң, бір аптадан кейін ол көпшіліктің алдына шықты. Денсаулығына қатысты ешқандай қауіп болған жоқ. Себебі қорқынышты ауруға қарсы иммунитет қалыптастырды. Осы екпеден кейін вакцинацияның тарихы басталды. Аталған індетке қарсы вакцинация міндетті болды. Сонымен бірге жаңа вакциналар пайда болды. Шешек ауруы жойылды. Бұл аурудан кейін ғасырлар бойы миллиондаған адамның өмірін қиған көптеген басқа да инфекциялар шықты. Осылайша адамзат өмір үшін күресте өзінің негізгі қаруын ойлап тапты. Бүгінгі таңда вакцинация инфекциялармен күресудің жалғыз тиімді тәсілі болып қала береді. Көптеген індеттер артта қалды. Бірақ біздің ортақ міндетіміз өткенді қайтармай, жаңа індетпен күресу.